Рет-ретмен бастаймыз. Таразда Аманат партиясы өңірлік филиалы мен Мансап орталығының ұйытқы болуымен мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жұмыс жәрмеңкесі өтті. Онда 40-қа жуық мекеме 150 бос жұмыс орындарын ұсынды. Іс-шараға келгендердің қарасы да қалың болды. Дәл сол жерден өздеріне жұмыс тапқандар да баршылық. Әріптесім Аягөз Тілеуханқызы ерекше жандарға зор мүмкіндік берген игі істің куәсі болып қайтты. Жұмыссыздық деңгейін төмендету шаралары облыста қарқынды. Өңірде аталған мәселені шешу үшін жыл басынан бері түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. Оның ішінде мүгедек жандарды жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу мәселесі де өзекті. Мемлекет басшысы биылғы жылы еңбек адамдарының жылдың жариялануына байланысты осы нағыз кәсіп иелерінің мамандықтарын насихаттау бойынша осы үлесін тигізеді деп ойлаймыз. 90 сайын осындай ерекше қажеттілікті қажет ететін азаматтар үшін жұмыспен қамту мәселесін партия өз жұмыс бағытына алып отыр. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғамға етене араласуына қолдау көрсетіп, қажетті жағдай жасау негізгі міндеттің бірі. Қазір олардың ел қатарлы еңбек ету үшін сан алуан қолдау шаралары қарастырылған. Ілгеріде мүгедектерді жұмыспен қамту мәселесі түске де кірмейтін іс болатын деп еске алған Анар Бексұлтанова бұл жәрмеңкеде 2 адамды жұмысқа алды. Жұмысқа кірдіңдер, Алла қаласа, Мансап орталығы арқылы иншалла. Мен өте қуаныштымын. Әрине бұл акция өте керек деп ойлаймын. Өйткені мен өз практикамда білемін. 25 жыл бұрын мұндай іс-шара болмағанда біздің түсімізге де кірген емес еді. Бірінші топ мүгедектеріне ешқандай жұмыс жоқ деп сондай бір жылап қалған кездерім есіме түсті. Қазір бүгін қарап отырып, ал енді мен сол кезден бері қарай табандылық, төзімділіктің арқасында жұмыс іздеуші емес, жұмыс берушілердің қатарынан көргенімді өзім қуанамын. Назираның екінші топтағы мүгедектігі бар. Қолөнердің шебері, құрақтың сан түрін құрайды. Жұмыс тапсам деген арманы бүгін жүзеге асты. Енді ол шебер шаңырақ орталығында өзі қалаған сүйікті ісімен айналысады. 2 қыздың анасы табыс табатынына да қуанышты. Жұмыссыз ретінде Мансап орталығына тіркеліп, Бексұлтанова Анара жұмыс жәрмеңкесі болатыны жөнінде ақпарат беріп, осында келіп, жасау тараз тігіншілік қызметіне жұмысқа орналастым. Мен өте қуаныштымын. Анара ханымға және бізді қолдап көмек беріп жатқан өкімет тарапына рахметімді айтамын. Керемет бизнес леди болмасам да өз жаңағы сүйікті ісіммен айналсам деген ойдамын. Бүгінгі іс-шара науқандық емес, жыл соңына дейін жалғасады. Мәселен, былтыр бас партияның кедергісіз келешек жобасы аясында 35 рет бос жұмыс орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылып, 69 азамат тұрақты, 63 адам уақытша жұмысқа орналасқан. Биылғы жоспар 50 жұмыс жәрмеңкесін ұйымдастыру арқылы 3000 адамды қамту. Аягөз Тілеуханқызы, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.